Аружан үшін Мұса мен Роза жобадан қуылды. Күтпеген жағдай орын алды. Бір болайық жобасының қатысушысы Мұса енді жоба қатысушысы емес. Аружанның Мұсаға деген бітпейтін сезіміне Шах мырза нүктесін қойды. Еске салайық, Аружан мен Мұса жайлы бүгінгі эфирде күтпеген ақпарат келген болатын. Тіпті Аружан Мұса үшін тағы да көзіне жас алып, жылап жіберді. Осы жайттан кейін Шах мырза Аружанға әкесіндей уайымдап, Мұсаны жобадан шығарып тастады. Шах мырза, менің ойымша, сіздерді артық сырттан бақыласақ. Жобадан емес. Жоба ретінде бұл біз үшін кәдімгідей ақымақ шешім. Бірақ адамгершілік тұрғысынан бізге сіздердің бір үй болғаныңыз артығырақ. Ары қарай жалғастыра берсеңіз, оның ықтималдығы екі талай. Мұса осындай ұсынысты бүгіннен бастап дайындап отқан. Ерсұлтанға айттым, шешім шығаруға асықпа. Көзіңнен кетеді енді Аружан, енді бәлкім жаңа таныстыққа мүмкіндігің ашылатын шығар. Қоштасуға дайынсың ба? Бұл жіпті өз еркілеріңмен сендер үзбесеңдер, сендер үшін біз үзейік. Деп Шах мырза Мұса мен Аружанға айтып тастады. Аружан Мұса мен Розаға бақытты болыңыздар, тек қана бақыт тілеймін, деді. Ал Мұса бір болайық жобасымен Шах мырзаға алғысын жеткізді. Желі қолданушылары жарыса жазды. Мұса Аружанды жақсы көреді, бірақ мойындамайды. Не үшін мойындамайды? Не кедергі? Аружанды жақсы көрсе 3 жыл болды ғой таныстықтарына. Яғни жақсы көрмейді. Той болмайды, сосын шығарды. Мұса тым жағаласып кетті, сосын ақырын шығарып жіберді. Бұл жобада жүргізушіге қарсы сөйлеген қатысушылардың бәрі репрессияға кетеді. Венераға қарсы пікір айтып еді, кетті Мұса үшін көретін едік, жоба қызық болмайды енді. Мұса, Роза, бақытты болыңдар, елдің сөзіне қақпақ бола алмайсыңдар, тек каналға, деп жарыса жазды желі қолданушылары. Мұса мен Роза бақытты болсын. Шымкентте дүркіреген той күтеміз.